Сәлем достар, бүгін бізде айран қосылған панкейк жасау үшін қажетті құралдар: 2 жұмыртқа, 4 ас шым-шым тұз және жарты шай қасықпен нан сода и су. Алып кеттік, бірінші бастаймыз. Жұмыртқаны аламыз. Шекерді салып, екеуін араластырып аламыз. Сосын 250 грамм айранымызды құямыз. Тағы да араластырып аламыз. Одан кейін шым-шым тұзымызды саламыз. Сосын нан соданың дәмі шықпас үшін шамалы суға араластырамыз. Одан кейін ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай ұнымызды былғап аламыз да үстінен майымызды құямыз. Осылай құрғақ табаға келесіне май құймай панкейкті құя береміз. Осылай қалғанын пісіріп аламыз. Беті тесілгеннен кейін екінші бетіне аударамыз. Осымен біздің панкейкіміз дайын. Осылай безендіріп дастарханға ұсынсаңыздар болады.